Баршаңызға YouTube арнама қош келдіңіздер. Тауық етінен демде дайын болатын түскі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Алдымен картошкамызды осылай ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Арнайы ыдысымызға салып, оның үстіне тұзды паприкамен тәтті паприканың өзін салып, әртүрлі дәмдеуіштердің барлығын саламыз. Дәміне қарай азғандай тұзды да салатын боламыз. Барлығын жақсылап қолмен араластырып, арнайы осындай листімізге жайып салып аламыз. Осылай жайып салып алдық. Енді осылай тауық етін майдалап бөліп аламыз. Жақсылап жуып. Тауық етіне паприкамызды салып, әртүрлі дәмдеуіштердің барлығын салып, азғандай тұзымызды да салып, жақсылап араластырады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай қуратып алған зеренді де салып жасай берсеңіздер болады, қалауларыңызша. Енді үлкен бір пиязды осылай майда етіп турап, қолымның көмегімен тауық етіне қосып араластырып жібереміз. Міне енді дайын болған картошканың үстіне қойып шықтық. Қызып тұрған пешкамызда дайын болып картошкамен ет піскенше пешканы пісіріп алатын боламыз. Міне пісіп дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз, зерттеуінде дайын болады.